сөйлейік аудио бағдарламалар циклін жалғастырамыз. Анар ханым, біз дәл осы интонацияның қарым-қатынастағы рөлін айтып кеткен болатынбыз. Енді осы қазақ сөз сазының ерекшеліктеріне тоқталсақ, қандай ерекшеліктері бар? Әрбір тілдің өзінің интонациялық ерекшеліктері болады. Мысалы, енді біз көбіне орыс тілмен салыстырамыз, өйткені біздің кеңістікте көп қолданылатын тілдің бірі ғой. Орыс тілінің интонациясында күрт әуен дейміз ғой, әуеннің күрт көтерілуі, әуеннің сөз ағымы ішінде күрт түсуі, үзіліп кетуі, интервалдарының, яғни сіз тоқтаған деммен, сіз сөз бастаған демнің арасында әуен алшақтығы үлкен болуы мүмкін. Ал қазақ тілінде ондай емес. Қазақ тілінің бір ерекшелігі әуеннің күрт түсіп, күрт көтеріліп кететін тұстар, ол өте эмоцияға толы сөзде ғана болады да, қарапайым мынандай бейтарап қатынастағы сөзде ондайлар өте сирек кездеседі. Ол немен байланысты дегенде, ол біздің екпіннің табиғатымен байланысты біріншіден. Екіншіден біздегі сингармонизм заңына байланысты деп өткендегі бір аудио курстарымызда да айтқан болатынбыз. Осы нәрсені ескеру керек. Сондықтан мынау шаршытоп алдында сөйлеп тұрған кезде осы мәселеге орыс тілінің әсерімен кетіп қалып, орыс тілінің сөзіндей құбылтам деп кейде интонацияны кейбір әсіресе журналистер қауымына енді көп десеміз, өйткені сол кісілердің сөзін көп тыңдаймыз ғой. Бәлкім мен сізбен сұхбаттасып отырғаннан кейін де шығар. Жақсы айта беріңіз. Сол құбылтып кейде әлгі енді жаман айтпай жақсы жоқ, қылшығын шығарам деп сөзінің интонациясын бұзып, былшығын шығарып жіберетін тұстар кездеседі. Сондықтан осындай қазақ интонациясының өзінің ерекшелігін ескеру керек. Сосын қазақтың тілінде екпін интонацияны жасаушы бір негізгі құралдардың бірі. Қазіргі кезде енді екпіннің орнын ауыстырып жіберетін де кездер сөйлеу барысында осындай мысалдар көп кездесіп жатады. Ал оны ауыстырған кезде сіздің сөзіңіздің интонациясы бұзылатынын да қатты ескеру керек. Сондықтан қазақтың сөзінде үнемі екпінді соңғы буынға түсіруге тырысу керек. Егер сіз сөздің мазмұнын білмесеңіз, тілді жаңа үйреніп жүргендерге мен ұсыныс ретінде айтамын. Неғұрлым сөздің соңына қарай екпінді түсіріп отырсаңыз, сіздің интонацияңызда қазақ сөзінде дұрыс шығады. Бірақ бұл деген сөз екпін қазақ сөзінде қатып тек қана сөздің соңғы буынында тұрады дегенді білдірмейді. Кез келген тілде ауытқулар болады. Ауытқу болмаған нәрсе ол заңдылық емес, ол догмаға айналады. Сондықтан біздегі тілдің құбылыстарын белгілі заңдылықтарға bağlı, заңдылықтың ережесі бойынша одан ауытқулар болады. Бұл туралы кейін екпін деген аудиокурста жақсылап сөйлесеміз. Мысалы, ерекшеліктер дедіңіз, біз енді алдыңғы бағдарламаларымызда да мысалмен келтіріп отырдық. Дәл осы жерде қазақ тілін енді үйреніп жүрген, жетік меңгеруге тырысып жүрген біздің тыңдармандарымыз бар. Оларға нақтырақ түсінікті болу үшін бір мысалдар келтіріп өтейікші. Әсіресе бағана журналистер дедіңіз, шаршытоптың алдында сөйлейтін азаматтар дедіңіз, орыс тіліндегідей интонация қояды деген. Енді орыс тілінің интерференциясымен орыс тілінің құбылыстарын қазақ тіліне көшіру арқылы сөйлейтін журналистер демей ақ қояйық, енді тұлғаның тілінде мысалы әрбір сөзге жеке-жеке екпін түсіріп айту, яғни интонацияны құрту, бұзу, қазақ тілінің мысалдар келтіруге болады. Кеше автобуста деп мысалы. Ол әсіресе тілшілерде кездесетін ақпаратты нақтылап жеткізу үшін мысалы айтады. Мысалы, топ болып келе жатқанда алдымыздан на деген сияқты осындай интонация кейде кетеді. Ал егер қазақтың интонациясын салса, мысалы, кеше автобуста топ болып жүрген сапарымызда деген осындай бір өрнек сияқты шығу керек дауыс сазы. Бірақ бір өкініштісі кейде бұл енді журналистер түсінуге болады. Журналистерге қатысты бұнда кейде уәжді ауытқулар болуы мүмкін. Өйткені бір сарынды ақпарат тыңдарманды жалықтырады. Сондықтан оны жалықтырмаймын деп ол кісілер әрбір сөзге екпін түсіріп айтады. Яғни бірде көтереді дауысын, бірде түсіреді, сөйтіп ол тым эмоцияға толы мәтін болып шығады. Бірақ оның өзі де адам жалықтырады. Жақсы, рахмет. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған.